Естуімше сені спортпен айналысады дейді ғой. Иә, грек-рим күресіне барып жүрмін. Базар жоқ. Ал сен гректергесің бе? Әлде римдіктергесің бе? Бір күні Путин өз шоферына: бүгін сені орныма отыр, машинаны мен жүргіземін, депті. Сөйтеді де бағдаршамда байқамай бір көлікті соғады. Ол көлікте отырған мафияның бастығы екен. Содан ол өз жендетіп жібереді: мені қағатындай бұл кім соншама? Барып жазасын бер, деп. Бір кезде жаңағы адам келеді. Бетінде қан жоқ. Машинада отырған кім екенін білмеймін, бірақ шофері Путин, депті. Екі жігіт кездеседі. Бүгін үйге келіп шкафты ашсам, ішінде жалаңаш адам отыр. Таңғалатын несі бар? Қалай несі бар? Мен бойдақпын ғой. Қанағаттандырмағандықтарыңыздан деген сөзді оқып, мына сандарды оқи алмай кеткеніңе таң қалам. Бір күні Қожанасыр кешкісін үйінде киім тігіп отырып, инесін түсіріп алыпты. Содан Қожекең инесін іздеп далаға шығып кетіпті. Даладан іздеп жүрсе, көршісі көріп қалып: Қожекең, не істеп жүрсің? Қожанасыр: инемді түсіріп алдым, соны іздеп жүрмін. Сосын көршісі де көмекке келіп, бірге іздесе бастапты. Әрі-бері іздеп таппаған соң, шыдамы таусылған көршісі: Қожекей, инеңізді қайда түсіріп алып едіңіз? Десе, Қожекең: үйде. Көршісі: онда неге даладан іздеп жүрміз? Десе, Қожекең: үй қараңғы, дала жарық қой, депті. Бүгін түнде біздің үйге ұры кіріп ақша іздеді. Орнымнан тұрып, қосылып іздедім, тапсақ бөлсеміз деп. Қыз деген құмырсқа, шығады ол тұрмысқа. Шыққаннан соң тұрмысқа, саласың оны жұмысқа. Анасы баласынан: әкең баспалдақтан құлап бара жатып не айтты? Боқтағанын айтпай қойсам бола ма? Иә, болады. Онда ештеңе айтқан жоқ. Тәрбиеші: Аяжан, сен не жазып жатырсың? Анелиға хат жазып отырмын. Өй, сен жаза алмайсың ғой әлі? Ой, бәрібір ол да оқи алмайды ғой. Кездесуге 3 минут кешіккен қыз жігітіне сыныптас бір жігітті көріп, сонымен тұрып қалдым деп айтса, жігіті: сен сонымен сүйістің ғой, иә, депті. Қызы: жоқ, біз жай амандастық, депті. Жігіті: сендер амандасып жатып сүйістіңдер ма сонда? Десе, қызы: жоқ, қуасың ба? Біз амандасып болғансын, жарайды деп кетіп қалдық, депті. Жігіті кетіп бара жатып: сүйістіңдер ғой, иә? Десе, қыз ашуланып кетіп: біз жаттық, депті. Жігіті: сендер сол кезде сүйістіңдер ғой, иә? Депті. Менің бала кезімде мені өте тәртіпті, сүйкімді, мәдениетті қыз деп көп айтатын. В общем, көздері тиіп кетті, сволочтар. Сен өміріңде қандай батыл іс жасадың? Бір рет алгебрадан қолымды көтердім. Шал мен кемпірдің жаңа түскен келіні есік алдын сыпырмайды екен. Шал мен кемпір өзара келісіп: екеуміз таласайық. Сен мен сыпырамын де, мен жоқ мен сыпырамын дейін. Мүмкін келін ұялғаннан мен сыпырамын дейтін шығар, депті. Сөйтіп шал мен кемпір сыпырғаны алып таласа бастапты. Мұны көрген келіні келіп: не болды? Неге таласып жатырсыздар? Бір күні сіз сыпырыңыз, бір күні енем сыпырсын, деген екен. Бұрында бір томпақ және екі арық адамдар болыпты. Олар суға түсуге барыпты. Әлгі арықтың біреуі суға күмп етіп түсіп, сәлден соң атып шығып: ойбай, анда қолтырауын, депті. Одан кейін екінші арығы барып суға күмп етіп түсіп, атып шығып: анда қолтырауын, депті. Енді томпағы барып суға бұлш етіп түссе, артынан қолтырауын атып шығып: мә, анда су сиыр, депті. Мұғалім сабағын жүре сөйлеп, бір оқушының қасына келіпті де сөзін тоқтатып: мен қай жерге келдім? деп сұрапты.
сасқалақтаған оқушы. Менің қасыма келдіңіз, деген екен. Тонаушылар банкты тонағаннан кейін, ақшаны өзіміз санаймыз ба? Әлде жаңалықтарды күтеріміз ба? Дариға бірінші сыныпқа келеді. Сен санау білесің бе? Дейді мұғалімі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай санау білесің бе? 8, 9, 10, валет, дама, король, туз. Қазақтар махаббатты талай айтқан. Махаббатсыз өмір жоқ деп Абай айтқан. Махаббатта басын қалсын деген сөзді әдебиеттен беретін апай айтқан. Алыстағы ауылға газеттен тілші келіп, Шопаннан: айтыңызшы, бір қой қанша жүн береді, деп сұрайды. Қайсысы, ақ қой ма әлде қара қой ма, дейді Шопан. Мысалы қара қой. Қара қой 3 келі жүн береді. Ал ақ қойшы, ол да 3 келі. Әр қойдан қанша сүт саууға болады? Қайсынан, ағынан ба әлде қарасынан ба? Ағынан болсын. Ағынан 2 литр саууға болады. Ал қарасынан ше? Одан да 2 литр. Әр қой тәулігіне қанша шөп жейді? Қайсысы, қарасы ма әлде ағы ма? Мысалға қарасы 5 келі, ал ағы да 5 келі. Егер сойса, әр қойдан қанша ет шығады? Қайсынан, ағынан ба әлде қарасынан ба? Тілшінің төзімі таусылып, алай-талық ағынан, деп айғайлайды. Ағынан ба? Одан 15-20 келі ет. Қарасынан ше? Одан да 15-20 келі. Тілші қатты ашуланады. Сіз не басты қатырып отырсыз? Сонда ақ қой мен қара қойдың арасында қандай айырмашылық бар? Қара қойлар менікі, дейді Шопан жайбарақат. Ал ақ қойлар ше? Деп тілші жынданып кетердей бақырады. Ақ қойлар да менікі. Жас жігіт өзіне қол жұмсауды ойлап, қолына жіп алып, орманға қарай беттепті. Оған бір қария жолығыпты. Бейтаныс жігіттің жүзіне үңілген шал: жүзің жайбараңқаулы ғой, не болды? Деп сұрапты. Жігіт: отбасымда ауыр жағдай орын алды. Мен өлуге бел байладым, асылып өлем, дейді. Не жағдай болса да шешуге болатынын айтқан қария жігітті сөзге тартып әңгімесін тыңдапты. Мен есейген қызы бар жесір әйелге үйленген едім. Ал әкем әйелімнің қызына ғашық болып, екеуі үйленіп те алды. Осылай әкем қызымның күйеуі болды, ал мен әкемнің қайын атасы болдым. Енді әйелім бір бала тапса, ол әкемнің немересі болмақ. Өз кезегінде менің балам әкемнің әйелінің бауыры болады. Негізінде ол менің балам. Әкемнің әйелі бір бала дүниеге келсе, ол менің інім аталады және маған немере болады. Өйткені ол әйелімнің немересі ғой. Әйелім інімнің апасы болады, ал менің балам әкемнің баласының інісі болады. Оның қызына әкемнің әйелі жеңге болады. Жеңгесі менің қызым болады, ал менің әйелім әкемнің әйеліне дей бергенде, әлгі қария оны тоқтатып: барып асылып қалшы, мейді шірттің ғой, депті. Бір адам наркомандарды атуға лицензия сатып алыпты. Алматыға келеді. Көшеде келе жатқанда бір наркоманды көреді. Мылтығын алып оны атып тастайды. Менттер келіп қолдарын бұрап жатса: менің лицензиям бар, дейді еркек. Менттер тексеріп, еркекті босатады. Астанаға келеді. Көшеде келе жатыр. Қараса, 3 наркоман келе жатыр екен. Мылтығын алып бах, үшеуін де атып тастайды. Айналасында айқай шу. Менттер келіп еркекті ұстап алады. Сөйтсе ол: менің лицензиям бар, деп қайтадан құтылып кетеді. Шуға келеді. Вагоннан шыға беріп, айналасынан бір топ наркомандарды көреді. Мылтығын алып, оларды атып тастайды. Тағы да менттер келіп ұстап алады. Еркек: менің лицензиям бар, десе менттер: бауырым, нифига, бұл жер заповедник. Студент Алпысбаев: сіз неге мені тыңдамай отырсыз? Дейді профессор. Мен сізді тыңдап отырмын, профессор, дейді студент. Олай болса, менің соңғы айтқандарымды қайталаңыз. Студент Алпысбаев: сіз неге мені тыңдамай отырсыз? Бір қасқыр дүкен ашыпты. Қоян дүкенге кіріпті.
Сөйтіп қасқырға: лимон бар ма? Лимон жоқ. Екінші күні қоян тағы дүкенге келді. Аралап болып қасқырға келіп: лимон бар ма? Қасқыр ашуланып: кеше саған лимон жоқ дедім. Енді лимон сұрап келсең, құлағыңнан ұстап, ана дуалға шегемен қағып қоямын, дейді. Қоян кетіп қалыпты. Үшінші күні қоян тағы келіпті. Дүкенді аралап қасқырға келіп: шеге бар ма? Қасқыр: жоқ, депті. Сонда қоян: онда лимон бар ма? Бір ауылда қазақтар 4 жасар орыс баланы тауып алып, бүкіл ауыл болып асырап алыпты. Өзенге апарып, бұрын Иван болса, енді Аман деп суға мал алады. Уақыт өтеді, Аман өседі. Бірде құрғақшылық, ашаршылық басталыпты. Адамдар аштан қиналып арықтап жатса, тек Аман Иван ғана семіріп барады екен. Көршісі ол не істеп жүргенін бақылайын деп, Аман Иванның артынан еріп отырыпты. Қараса, ол жабай шошқаны құлатып, оны өзенге сүйреп апарып, суға батырып, бұрын шошқа болса, енді қой, деп сөйлеп жатыр екен. Әйелі күйеуі вахтаға кеткен сайын көзіне шөп салып жүргенін ашып айтыпты. Содан кейін әйелі күйеуін мүлдем көрмепті. 7 күннен кейін ғана күйеуін бір көзбен әрең көре бастапты. Бір тақырбас кісі бір адамды ұрғылап жатыр екен. Полиция келіп: неге ұрып жатырсың? Ол менен тарақ сұрады. Шөлстанда 2 американец кетіп бара жатыр екен. Қарындары аш, шөлден ауыздары кеуіп қалған. Кенет алыстан бір мешіт көрініпті. Жүр, ана мешітке барамыз, су ауқат берер. Ол мұсылмандардың мешіті, бізді кіргізбейтін шығар. Өзімізге мұсылмандардың аттарын қойып аламыз. Мен Мұхаммед боламын. Өзің біл, мен расын айтам. Мешітке де жетіп келіпті. Алдыларынан ұзын сақалды молда шығып: қош келдіңіздер, кімсіздер? Мен Мұхаммедпін. Мен Джонимін. Молда сақалын сипалап тұрып: Джониға су мен ауқат беріңдер. Ал Мұхаммед, ораза қабыл болсын, депті. Түн, есік қағылады. Күзетші ұйқылы ояу: кім бұл? Арғы жақтан: Ибн Хаттаб Абу Азиз, депті. Күзетші: қазір шықсам, төртеуіңді таяқ жейсіңдер. Бір күні автобусқа бір ата мініпті. Автобуста бір әйел отырыпты. Сонда әйел атаға: ата, келіңіз, орынға отырыңыз. Атаның қолында бір пакет жұмыртқа болыпты. Ата орынға отырыпты. Әйел атаға: ата, әкеңіз жұмыртқаңызды ұстай тұрайын, дегенде ата: қой, қытықтайды, депті. Мадонна 55-те, оның жігіті 22-де. Тина Тернер 75-те, оның жігіті 40-та. Джейло 42-де, оның жігіті 26-да. Мирайя Кери 44-те, оның күйеуі 32-де. Әлі жалғызсың ба? Саспа, сенің жігітің әлі дүниеге келген жоқ. Алло, бұл құтқару орталығы ма? Маған көмектесіңіз. Досым шегіп алып, кір жуатын машинаға отырып кетіп қалды. Қоштасып үлгермедің бе? Шаңсорғышқа отырды, қуып жеді. Студент емтиханда. Мұғалім студентті емтиханнан өткізбеу үшін ойға келмейтін сұрақтар қойды. Жүк таситын ұшақта 500 кірпіш жатыр. Оның біреу құлап кетті. Нешеуі қалды? 499. Пілді 3 жолмен мұздатқышқа қалай саласың? Мұздатқыштың есігін ашасың, пілді саласың, есігін жабасың. Ал керікті 4 жолмен қалай саласың? Есігін ашасың, пілді аласың, керікті саласың, есігін жабасың. Аң патшасы арыстан барлық аңдарды жинады. Кім келмей қалды? Керік. Неге? Ол әлі мұздатқышта отыр. Қолтырауындар жиналған ми батпақтан бір әжей өту керек. Және ол өтті. Қалай өтті?
Себебі қолтырауындардың бәрі арыстанның жиналысында. Әжей кенет қайтыс болды. Қалай қайтыс болды? Батпаққа батып кетті. Жоқ, дұрыс емес. Жаңағы 500 кірпіштің біреуі оның басына түсіп, ол өліп қалды. Супермаркетте бір еркек арбашаны ауыз мұрнына дейін толтырып зат алып, кассаға келген екен. Кассада отырған қыз тауарды өткізіп жатып, арасында әжетхана қағазының жоқ екенін байқап қалыпты. Қалжыңдағысы келіп: «Әжетхана қағазын ұмытқан жоқсыз ба?» десе. «Неге? Мендегі чек 54 метр емес пе?» депті еркек. Ноутбугым кеше Wi-Fi мен интернетке кірмей қалды. Олай тексердім, бұлай тексердім, болмайды. Сөйтсе, көршім албасты. Телефонға ақша төлеуді ұмытып кетті. Экзамендерің қалай, балам? Қымбаттап кетті. Мамасы мен қызы пляжда жүр екен. Қызы мамасынан сұрапты: «Мама, неге анау ағалар трусыйына бір зат салып алған? Ал сізде жоқ?» «Қызым, ол ағалардың ақша салатын жері», депті. «Онда неге бір ағаларда үлкен, біреулерінде кішкентай?» десе. «Қызым, ол ағаларда үлкен болса, ақшасы көп, ал кіші болса, аз дегенді білдіреді». «Мама, қараш, анау аға сізге қарап тұр, көз алмай. Қараған сайын ақшасы бірте-бірте көбеюде», деген екен. Жас жігіт дәріханаға келеді. «Маған бір презерватив беріңізші?» «Тек біреу ме?» «Иә, мен бүгін қызға кешкі асқа барамын». Аздап ойланып: «Бірақ оның сіңлісі де жаман емес. Екеу беріңізші?» Тағы ойланып: «Шын мәнінде оның анасы да жаман емес. Үшеуін беріңізші?» Кешке қыздың үйіне барғанда, бүкіл кешкі ас бойы қып-қызыл болып, бір ауыз сөз айтпапты. Кешкі астан кейін қыздың бөлмесіне кіргенде, қыз: «Бүгін саған не болды? Кеш бойы тіс жармадың?» Жігіт: «Ештеңе болған жоқ. Тек қана сенің әкеңнің дәріханада жұмыс істейтінін білмегеніме өкініп отырмын». Жұмыста 1 сәуір қалай өтті? Қызықты. Директор біздің бүкіл бөлімді қысқарту туралы бұйрық шығарды. Біз ішіміз қатқанша күлдік. Ал бүгін шындық екенін білдік. Директордың күлгенін көрсең ғой. Бір чөкче екіншісінің ортасына кіреді. Еденде аюдың терісі жатыр екен. Қараса, теріде бірде-бір оқ тесік жоқ. Содан кейін: «Өзің өлтірдің бе?» деп сұрайды. «Өзім?» «Неше рет аттың?» «10 рет». «Қанша рет тидің?» «1 рет те тиген жоқпын». Ол күлкіден өлді. Баяғыда бір қыз бен жігіт жолда келе жатса, алдыларынан бандиттер шығып: «Тышыңдарды, бір-бірлерінің боқтарында жеңдер», депті. Жеп болғаннан кейін бандиттер кетіп қалыпты. Сонда қыз жылап отыр екен. Сосын жігіт: «Мен не істей алам? Олар көп, қолдарында қарулары бар ғой», десе қыз: «Ас тышпайсың ба?» депті. Орысша онша білмейтін біреу 50 теңгеден салмақ өлшеп отырған орысқа барып: «Можно повеситься?» депті. Үйрек барға кіріп: «Нан бар ма?» деп сұрапты. «Жоқ» депті бармен. «Нан бар ма?» «Жоқ». «Нан бар ма?» «Жоқ». «Нан бар ма?» «Жоқ дедім ғой саған. Егер қайталайтын болсаң, қабырғаға шегелеп қоям сені». «Шеге бар ма?» «Жоқ». «Нан бар ма?» Троллейбуста қарт адам өте арық бір балаға орын беріп жатып: «Отыр қарағым, сен мүлдем аварқысың ғой. Не, ауырып жүрсің бе?» «Жоқ, рахмет, студентпін ғой». «Тым болмаса, бір плащыңды ұстай тұрайын да?» «Ол плащ емес, ол менің досым Арман ғой». Бір ұл әкесіне келіп, өзінің қалай пайда болғанын сұрайды. Әкесі оған: «Бір шыны ыдысқа шешең екеуміз түкірдік те, терезе алдына қойып ек, біраз уақыттан соң сен пайда болдың», дейді. Бала үн-түнсіз тыңдап тұрады да, сыртқа бір бос банка ұстап шығып кетеді. Өзі түкіріп, бірге ойнайтын көршінің кішкене қызына түкіртіп, банканы терезе алдына қояды.
Арада 2-3 күн өтеді. Беті ашық банкаға бір таракан түсіп кетеді. Әкесі газета оқып отырса, баласы ішінде тараканы бар бір банка әкеліп, «Әке, тараканды өлтіріп тастаңызшы», деп өтінеді. Әкесі: «Сен немене? Сол титімдей жәндіктен қорқасың ба? Өзің неге өлтіре салмайсың?» дейді газеттен бас алмай. «Бір түрлі өз балаңа қолың бармайды екен», дейді бала терең күрсініп. Бір күні жындылар ағаштың басына шығып, біз алмамыз деп отырып алыпты. Содан қызметкерлер таспен ұрып түсіріп жатса, біреу түспей қойыпты. «Сен неге түспейсің?» десе, әлгі: «Мен әлі піскен жоқпын», депті. Күйеуінен ажырасқан бір әйел мен әйелінен ажырасқан бір еркек үйленіпті. Олар үйленген кезде екеуінен 2-ден бала еріп келіпті де, үйленген соң тағы да 2 балалы болыпты. Бір күні әйел сырттан келсе, күйеуі екеуінен еріп келген 4 бала бірігіп алып, жаңа туылған 2 балаға тиісіп жатыпты. Мұны көрген әйелі жүгіріп күйеуіне келіп: «Сенің балаларың мен менің балаларым бірігіп, біздің балаларымызға тиісіп жатыр», депті. Бір күні жындыханада жындыларды тексермек ниетпен дәрігерлер долға автобустың суретін салып, жындыларға: «Кеттік, автобуспен қыдырамыз», десе, бір жындыдан басқасының бәрі автобусқа қарай жүгіріпті. Дәрігерлер әлгі жындыға келіп: «Неге мінбейсің?» десе, әлгі жынды: «Автобуста адам көп, мен таксиге мініп іздеріңмен жүріп отырамын», деп таксидің суретін салып жатыр, дейді. Жігіт көршісінің есігіне келіп қағады. Жауап жоқ. Тағы да қағады. Жауабы жоқ. Қараса, ауласының ар жағынан көршісінің иті келіп: «Не болды? Үйде ешкім жоқ екенін көрмей тұрсың ба?» Жігіт талып қалады. Көзін ашса, жаңағы ит тұр. «Ит, сен не, өре алмайсың ба не?» «Неге? Өре аламын. Тек сені қорқытқым келмеді». Мектепте апай: «Егерде мектепті 4-пен 5-ке бітірсеңдер, жұмаққа барасыңдар. Ал 2-мен 3-ке бітірсеңдер, тозаққа барасыңдар», депті. Сол кезде ар жақтан біреу: «Апай, мектепті тірі бітіруге шанс бар ма?» депті. Жалғыз басты әйелден сұрайды: «Жеке өмір қалай?» «Олимпиада сияқты. 4 жылда 1 рет». Мұғалім мен оқушының әңгімесі: «Сен емтихан тапсыра алмайсың. Топассың». «Әрине, сіз ғой мені оқытқан». Ағасы тоқаш жеп отырса, қасына інісі келіп: «Аға, тоқашыңнан бір тістейінші». «Бұл тоқаш емес, бұл самса». «Самсаңнан бір тістейінші». «Бұл самса емес, бұл бәліш». «Бәлішіңнен бір тістетші». «Мазамды алмашы, сен не жегің кеп тұрғанын өзің білмейсің». Қожанасырдың қолында өте әдемі жүзікті көрген саудагер досы Қожанасырға былай депті: «Қожеке, екеуміз бұрыннан доспыз. Жақында қажылыққа барамын. Сізді қатты сағынатын боламын. Сондықтан жүзіңді маған сыйға беріңіз. Сізді сағынған кезде жүзікке қарап, сізді көргендей болар едім. Мен де сізді сағынатынға ұқсаймын. Ең дұрысы, жүзік өзімде қалсын. Жүзікке қараған кезімде досым сұрағандай бермеп едім деп, сізді еске алып тұрамын». Қызыма бауырсақ туралы ертегіні айтып бердім. «Көрдің бе, бауырсақ ата мен апаны тыңдамай кетті де, түлкіге жем болды», десем, қызымның сөзі: «Солай істемегенде, олар бауырсақты ертегінің басында-ақ жеп қояр еді ғой». Ал қашып кетіп, ол қыдырып үлгерді. Жігіт досына: «Өткен аптада газет арқылы өмірлік жолдас іздеймін деген хабарландыру жібердім. Енді міне бір қап хат келді». «Не деп жазған?» «Көбісі менің әйелімді ал деп жазған». Бір күні 3 балықшы, Пека, Нурик, Баха 4 күнге балық аулауға кетіпті. 4-ші күн Баха мен Нурикте мүлдем балық түспейді екен.
балық тек Бекаға ғана түсуде. Содан Нурик Бекаға: «Бізде мүлдем балық түспейді, ал саған түсуде». Бақа: «Иә, Бека, неге олай? Әлде сен алтын балық ұстадың ба?» Бека: «Иә, расында да кеше алтын балық ұстадым. Бірақ сендерге айтпай өзім 3 тілегімді айттым». «Сонда не тіледің?» «Бірінші тілегім балық көп түссін дедім. Екіншісі шотыма 1 триллион ақша түссін дедім. Міне қараңдар, Каспий Голдқа түсті. Ал үшінші тілегім, үйдегі әйелім сұлу болып, төсекте болған сайын әйелімнің алған кайфы маған да сезінетін болса дедім». Сонда Бақа: «Бека, саған қарасақ сен 3 тілегің орындалған адамға ұқсамайсың ғой. Түрің шаршаңқы, әлсіз көрінесің». Сонда Бека: «Эх, достарым, осы алтын балықты ұстаған күннен бері осы қайықта отырып, 2 қолым қармақта болса да 13-ші рет бітірудемін» деген екен. Бірінші сыныптың оқытушысы: «Ал балалар, бүгін Ш әрпін өтеміз. Шыдан келетін қандай аттарды білесіңдер?» дейді. Тып-тыныш болып қалған сыныптың артқы партасында қолын көтерем ба, көтермейм ба деп отырған бір оқушыдан: «Ой, айналайын, сен білесің ау деймін, айтып жіберші» дейді. Әлгі бала: «Шыбын» депті. Мұғалім: «Жақсы, жақсы» деп қолпаштап көтермелеп жіберген сол, әлгі бала тағы қолын көтеріпті. «Кәне, тағы айтып жібер» десе, әлгі бала: «Тағы бір шыбын» депті. Жындыханада жынды емес, тіркелмеген деген анықтама алу үшін кезекке тұрғам. Кезек біткенше жынды болып тіркеліп кеттім. Қарындас, атыңыз кім? Борангүл. Ал мен Дауылбай. Екеуміз қосылсақ, ураган болады екенбіз ғой, иә? Бір күні мамасы мен баласы ұйықтап жатқан ғой. Сөйтсе баласы түн ортасында оянып: «Мама, маған су әкеп берші» депті. Мамасы: «Қойшы» депті. Сосын бала тағы су сұрапты. Мамасы: «Енді тағы сұрасаң, оқтаумен басыңды жарам» депті. Бала қоймапты. Сосын мамасы тұрып, ас бөлмеге бара жатса, баласы: «Мама, қазір оқтауға бара жатып, жолдан су әкеле салшы» депті. Бір адам насвайчиктерді атуға лицензия сатып алыпты. Алматыға келеді. Көшеде келе жатқанда бір насвайчикті көреді. Мылтығын алып, оны атып тастайды. Ментер келіп қолдарын бұрап жатса: «Менің лицензиям бар» дейді. Ментер тексеріп, еркекті босатады. Астанаға келеді. Көшеде келе жатыр. Қараса, 3 насвайчик келе жатыр екен. Мылтығын алып, бах, 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 үшеуін де атып тастайды. Айналасында айқай шу. Ментер келіп еркекті ұстап алады. Сөйтсе ол: «Менің лицензиям бар» деп қайтадан құтылып кетеді. Шымкентке келеді. Вагоннан шыға беріп, айналасынан бір топ насвайчиктерді көреді. Мылтығын алып, оларды атып тастайды. Тағы да ментер келіп ұстап алады. Еркек: «Менің лицензиям бар» десе, ментер: «Бауырым, нифига, бұл жер заповедник». Бір ауылдың молдасы Құран оқып отырып осырып қояды. Ұялған молда ауылдан көшіп кетеді. Бірнеше жыл өткен соң шал кемпіріне: «Ауылға барып білші, менің осырып қойғанымды ұмыттып па?» дейді. Содан кемпір ауылға келіп, ойнап жүрген кішкентай балаларға: «Қай жылы тудың?» десе, бала: «Молда осырған жылы» депті. Тағы бір баладан сұраса: «Молда осырған жылдан 1 жыл кейін» депті. Кемпір келсе, шал алдынан шығып: «Кемпір, не жаңалық? Ауылдағылар ұмытып па?» десе, кемпір: «Шал-ау, сенің көтің ауылға календарь болып кетіпті» депті. Бір күні Сушняк пен Голодняк Сахарада келе жатады. Алыста бір бочка тұрады. Голодняк бочканың ішінде қыз болса екен деп армандайды. Сушняк су болса ғой деп армандап жүгіріп келіп бочканы ашса, ішінде порожняк отыр екен. Отағасы: «Бүгін екеуміздің шаңырақ көтергенімізге бақанды 15 жыл болыпты. Қорадағы семіз қошқарды соймадық па?» «Қуасың ба? Малдың не жазығы бар?
Екеумізді таныстырған қуандықты сояйық. Бір әйел күйеуін магазинге картошкаға жұмсапты. Жолдан өте бергенде машина қағып өліп қапты. Сосын үйіне полиция келіп, осылай болды, енді не істейсің десе, білмеймін, вермишель қуыра салатын шығармын депті. Екі құрбы бір-бірін көрмегелі көп болыпты. Бірі екіншісіне, түх Мақпал, семіріп кетіпсің ғой. Жоға, бұл қайта арықтағаным. Сен мені бір ай бұрын көрмедің ғой. Тура сен секілді болғанмын. Бас дәрігер палаталарды аралап жүріп, бір науқасқа жақындайды. Қолын алады да, пульсіңіз жақсы, дейді. Сонда науқас, басқа қолымды алыңыз, бұл протез, деп жауап беріпті. Үш әке отырыпты. Біріншісі айтады, менің қызымның аты Гүлжан, ол өскенде гүлдей жайнап жүреді, депті. Екіншісі, менің қызымның аты Жазира, ол өскенде жаздай жайнап жүреді, депті. Үшіншісі ойланып тұрып, менің қызымның аты Бота, кім біледі, өскенде түйе болатын шығар, депті. Білесің бе, неге мен ешқашан арыстандармен футбол ойнамаймын? Жоқ. Неге? Өйткені алғашқы қателіктен кейін олар етпен ойнауды бастайды. Ей қатын, мен неге осы үйде не болып жатқан үнемі соңғы боп білемін, а? Тш, баланы оятасың. Қандай баланы? Баласы, төсек жинамай қояйыншы. Неге? Түнде бәрібір ұйықтаймын ғой. Онда дәретханаға барғанда сүртпей қойсаңшы. Неге? Кейін тағы барасың ғой. Баяғыда бір жігіттің мотоциклі болған. Ол бұзылып, жөндеп жатқанда қасына әйелі келіп, жаным, осы мотоциклге 2 баллон салса, машина бола ма? Депті. Жігіт жынданып кетіп, қумаш, саған 2 емшек қосса, сиыр боласың ба? Депті. Бір қой мен ешкі төмпешіктен төмен жүгіріп ойнапты. Қой жүгіріп бара жатса, ешкі қарқылдап күліпті. Қой, не болды десе, ешкі, сен жүгіргенде құйрығың ашылып жабылады екен, депті. Сонда қой, сенің құйрығың ылғи ашық тұрса да күлмейміз ғой, депті. Орысша білмейтін 2 қыз давай орысша сөйлесейік, депті. Сол кезде қастарынан бір камаз шаңдатып өте кетіпті. Біріншісі, фу, шаң тозаң пришла, десе, екіншісі, сенің сөзіңе күлкім пришла, депті. Біріншісі, кстати, вчера я тебе позвондала, почему трубку не брала, десе, екіншісі, а я голову стирала, депті. Баяғыда бір жеңгеміз үйленбей жүрген қайнысын бір қызбен таныстырып, ал енді өздерің сөйлесіңдер деп, оңаша қалдырып кеткен ғой. Содан екеуінде үн жоқ, бірінің бетіне бірі қарап отыра береді. Бір кезде жеңгесі шыдай алмай, қайнысының желкесінен нұқып жіберіп, ей, айтсаңшы бірдеңе, дейді де, тағы кетіп қалады. Сөйтсе қайнысы әзер дегенде тілге келіп қызға, биыл соғымға не сойдыңдар, депті. Күйеуі жұмыстан келсе, алдынан әйелі боянған іш киіммен шығып, жаным, мына қолымдағы арнайы жіппен мені байлап, азанға дейін қалағаныңды істеші, депті. Күйеуі дереу әйелін байлап, қармағын алып, балыққа кетіп қалған екен. Бір кісі әйелін тексеріп көрмек болып, әйеліне былай деп хат жазып қалдырыпты. Мен сенен тойдым, жыныма тиіп біттің, үйден кеттім, аман бол. Хатты тумбочканың үстіне қойып, өзі кроваттың астына жасырынып, әйелін күтіпті. Күйеуі өзінің бұл ісі баланың ойыны сияқты екенін түсінсе де, әйелінің өзіне деген сезімін сынамақшы болыпты. Қазір әйелі келіп хатты оқып, қиналып, құрбыларына звондап жылағанын көргісі келді. Сағаттап күткен әйелі де келді. Хатты көріп оқыды. Бірнеше минут үнсіздіктен кейін әйелі қолына қалам алып,
бір пара қағазға хат жазып стол үстіне қойды. Әйелдің көңіл күйі түспеді. Керісінше қуанышты көңіл күймен музыка қойып билеп, боянып, сырланып, киіне бастады. Оны көрген күйеу таң қалды. Бірақ алда бұдан да жаман көрініс күтіп тұрды. Әйелі қолына телефонды алып, нөмерді теріп, біреуге звондай бастады. Күйеуі құлағын тұрып тыңдап жатыр. Сәлем қымбаттым, мен дайынмын. Қазір саған барам. Менің ақымағыма келсек, мен оның нервісіне тиіп күнде қанын іштім. Ақыры өз-ақ үйден кетті. Қалайша осы ақымаққа күйеуге шықтым екен, білмеймін. Неге сені ертерек көрмедім екен? Көріскенше жаным, деп тұтқаны қойып, бөлмеден шығып кетті. Бірнеше секундтан соң күйеу сыртқы есіктің ашылып жабылғанын естіпті. Әйелі кетті. Әйелінің бұнысын көрген күйеу өз-өзін іштей жеп, өмірден түңіліп, көзіне тоқтаусыз жас келді. Көзінде домалаған жаспен күйеу кроваттың астынан сүйретіліп әрең шығып, әйелі жазған хатты оқуға асықты. Көзінен тоқтамай жас тамып, қолы қалтырап, хатты оқи бастады. Былай деп жазыпты. Кроваттың астынан аяғың шығып жатыр. Мен дүкенге нан алып келуге кеттім. Бір жас жігіт мотоциклмен Мексиканың шекара бекетіне келеді. Арқасында асынған екі үлкен сөмкені көрген шекара қызметшісі күмәнданып, ішінде не бар екенін сұрайды. Әлгі жігіт, ішінде жай ғана құм, дейді. Сақшы, қане ашшы көрейік, дейді. Жігіт сөмкелерді ашады. Шекара қызметкерлері сөмкенің барлық жағын ақтарып қарайды, бірақ құмнан басқа ештеңе таба алмайды. Шекара сақшысы сөмкелерді қайтарып беріп, шекарадан өтуіне рұқсат береді. Бірнеше күннен кейін әлгі жігіт мотоциклде арқасындағы екі сөмкесімен тағы да шекараға келеді. Сақшы әлгі жігітті тағы тоқтатып сөмкесін ақтарады. Ештеңе таба алмаған соң жігітті жібереді. Бұл жағдай сақшы зейнетке шыққанға дейін жалғасады. Бір күні зейнеткерлікке шыққан сақшы паркте отырғанда әлгі жігітті көріп сұрайды. Сенің қаншама жылдан бері бірдеңе ұрлап жүргеніңді білемін. Айтшы, не ұрлайтын едің? Арамызда қалады. Жігіт күлімдеп, мотоцикл, деп жауап береді. Төрт сіріңкенің әңгімесі. Бірінші сіріңке. Қой жігіттер, жанатын уақыт болды, деп кетіп қалады. Екінші сіріңке. Қой жігіттер, менің де жанатын уақытым болды, деп кетіп қалады. Үшінші сіріңке төртінші сіріңкеге. Қой бауырым, мен де жануға кеттім, деп ол да кетіп қалады. Төртінші сіріңке жалғызсырап тұрған кезде, үшінші сіріңке қайтып келеді. Төртінші сіріңке, ей, не болды? Десе, үшінші сіріңке, өй, құлақ шұқыды да қойды ғой, депті. Әпенді мен Алдаркөсе Ыстықкөл жағалауын айналып жүр екен. Алдаркөсе әпендіден: Қожеке, мына көлдің суы неше шелек шығар екен? Деп сұрапты. Әпенді ойланбастан: осы көлде шелек тапсаң, бірақ шелек шығады, деген екен. Жаңа орыс Қазақстанда 250 км жылдамдықпен аңыратып келеді. Қазақтың гаишнигі тоқтатады. Қымбаттым, неге ереже бұзамысыз? Енді қазақша түсініктеме жазуыңа тура келеді. Мен қазақша білмеймін ғой. Онда осында қаласың. Орыс ойланып, тұрып, $50 қағазға орайды, инспекторға береді. Гаишник: міне, жазу білмеймін дейсің. Жартысын жазып қойыпсың ғой. Бір үйге жаңадан келін түсіпті. Өзі ерке, пысық екен. Бір күні келін еден жуайын десе, балаға тряпка жоқ екен. Сосын атасының балағын кесіп алып жуыпты. Терезе бояйын десе, кисточка жоқ екен. Сосын атасының сақалын кесіп алып бояпты. Кемпірі базардан келсе, шал қорада тығылып отыр екен. Кемпірі: неге тығылып отырсың? Десе, шалы: келін торт жасаймын деп, жұмыртқа таппай жүр, депті. Әкесі мектепте оқитын баласының күнделігін тексеріп жатыр. Физикадан 2, математикадан 2,
географиядан 2, тарихтан 2, ән сабағынан 5. Әй, сен неменеңе жетісіп ән салып жүрсің, ей? Автобуста келе жатырмын. Жол ақысын төлеуім керек. Жанымда жас қыз тұр. Ол қызға сіз дегенім дұрыс па, әлде сен дегенім дұрыс па? Аздап ойланып көрейін. Бұл менің шағын ауданыма апаратын жалғыз маршруттық автобус. Егер бұл қыз соңғы аялдамаға дейін бара жатқан болса, демек, менің шағын ауданыма бара жатыр деген сөз. Сөмкесінен вино көрініп тұр. Демек, ер адаммен кездесуге бара жатыр. Бөтелкенің сыртына қарасаң, арзан вино емес. Демек, көрікті жігітке бара жатыр. Біздің шағын ауданда тек 2 көрікті жігіт бар. Оның біреуі менің күйеуім, екіншісі сырттай кездесіп жүрген жігітім. Сырттай кездесіп жүрген жігітке бару мүмкін емес, себебі оған дәл қазір өзім бара жатырмын. Демек, бұл менің күйеуіммен кездесуге бара жатыр. Ал менің білуімше, ол менің сыртымнан 2 қызбен кездесіп жүр. Бірі Алтынай, екіншісі Мадина. Алтынай супермаркетте жұмыс жасайды. Демек, ол қазір жұмыста. Сонда, бұл қыздың аты Мадина болады ғой. Жарайды онда. Мадина, жол ақысын төлейін деп едім. Кондукторға беріп жібересіз бе? Қыз таң қалған түрмен. Сіз менің атымды қайдан білесіз? Депті.